1950 жылдың 14 наурыз күні Сабырұлы Дулат, Қарағанды облысы Шет ауданы, Ақшоқ ауылында. Әкесі Сабыр мен анасы Күлаштың отбасында екінші бала болып дүниеге келген. Отбасында жалпы 9 ағайынды. Олар Қуаныш, Дулат, Сейіт, Садық, Сарсен, Дәмеш, Данипа, Алмагүл, Гүлмира. Балалық шағы осы Ақшоқ ауылында. Кейіннен қоныс аударған соң, Шет ауданы Ақсу аюлы селосында өтіп, 1956 жылы қыркүйек айында Шет ауданы Ақсу аюлы селосында Максим Горький атындағы орта мектептің табалдырығын аттап білім алып, 1964 жылы 8 жылдықты бітірген. 1968 жылы мерзімді әскери қызметке шақырылды. Әскери борышын Түркменстан Республикасының астанасы Ашхабад қаласында өтеп, 1970 жылы әскери мотоциклші лауазыммен запасқа шығарылды. Әскерден келе сала 1971-1972 жылдар аралығында Қарағанды қаласының Костенко шахтасында игілік ағатайының қолында тұрып, шахтер болып жұмыс атқарды. 1972 жылы Ақмола облысы Целиноград қаласының құрылысшы техникумына оқуға түсіп, оны 1974 жылы аяқтап, туып өскен жері Ақсу аюлы селосына оралады. Мұнда келе салып, Орджоникидзе совхозына қатардағы құрылысшы болып жұмысқа орналасады. Өзінің алғырлығы мен іскерлігінің арқасында мастер лауазымына дейін көтеріледі. 1975 жылдың қаңтар айында Асылбекова Бақытпен отбасы құрады. Осы жылдың қараша айында дүниеге тұңғыш ұлдары Ержан келеді. 1979 жылы екінші бала болып қыздары Айжан дүниеге келеді. Ал 1985 жылы үшінші болып кенже балалары Еркебұлан дүниеге келеді. Осы кезде еңбегін адал істеп, жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізіп, Орджоникидзе совхозының құрылыс басшысы прорабы болады. Осы қызметте совхоз тараған уақытына дейін жұмыс атқарған. Жұмысына адал, ұжымында еңбекқор еді. Ауданымызға еңбегі сіңіп, бірнеше құрылыс объектілерінің салынуына өз үлесін қосқан. Балаларына бар мейірімін төгетін. Балаларын колледж, университет, жоғары оқу орындарында білім алсын деп талмай жұмыс жасаған. Қазіргі уақытта балалары осы Қарағанды облысында әртүрлі жұмыс салаларында қызмет атқарады. Жұбайына адал, ақ көңіл жан еді. Әкеміз Сабырұлы Дулат пен жұбайы Бақыт екеуінің жалпы 11 немересі, 2 шөбересі бар. Марқұм Дулат ағамыз бауырларына бауырмал, қарындастарына қамқор болған еді. Өкінішке қарай, 2025 жылдың 26 ақпанда жүрек қағысы мәңгіге тоқтады. Алайда оның жарқын бейнесі, адамгершілікке толы болмысы, елге жасаған жақсылығы жақындарының жүрегінде өшпес із болып қалды. Алла тағала иманын жолдас етіп, жәннаттың төрінен орын нәсіп етсін. Артында қалған ұрпағына сабыр мен сауап беріп, марқұмның рухы шат болғай. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торға болсын. Әр сөзің маған құнды әр ақылың, қатайтты қауырсының қанатымның. Сөзіңнен санам толып адам болып, қаныңнан қасиетті жаратылдым. Сағынып жүзіңдәке, үніңдәке, жабығып өтуде көп күнім әке. Сезеді сәби жүрек аспан жақтан, қорғаштап жүрсің білем ұлыңдәке, қорғаштап жүрсің білем ұлыңдәке. Өзіңдей бола алмайды ешкім мүлгі, сағындым кемеңгерім кескініңді, қалдырып ұрпағыңа жайқалған бақ, фәниде аяқтадың 5 күніңді.
сағынып жүзіңдәке үніңдәке жабығып өтуде көп күнім әке сезеді сәби жүрек аспан жақтан қорғаштап жүрсің білем ұлыңдәке қорғаштап жүрсің білем ұлыңдәке жалғанар атың әке жырән болып биікте ғұмыр кештің қыран болып тілегім жаратқаннан осы әнімнің бір ұшқыны жетсінші дұғам болып сағынып жүзіңдәке үніңдәке жабығып өтуде көп күнім әке сезеді сәби жүрек аспан жақтан қорғаштап жүрсің білем ұлыңдәке қорғаштап жүрсің білем